Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі менің сабағымда сіздермен осындай құрақтың қалай құрау керек екенін көрсететін болам. Ол үшін бізге мынандай қыба материал керек. 15-15, менің құрағымның размері 14-4, сәл 1 сантиметр артықтау қылып алған жөн болады. Сосын кейін ортасына 3-3 размерде көзін қоямыз, оны сәл мына жерге жеткізбей. Сосын кейін бірінші осы көздің өзін айналып аламыз. Енді әрі қарай екі түрлі матамыздан бастаймыз. Бұл матовый велюр. Осы екі түсті таңдап алдым. Бірнеше мата қиып дайындап қойдым. Размері 2,5 размерде. Бірінші көк түсте матаны құрап бастағанымызда құрағымызды бірінші матамыз сипалап көреміз. Төмен қарай шетін бастырып қиып шығамыз. Артық жіптерін алып тастайсыздар. Міне 13-13 размер болып шықты. Енді мынау жан жағындағы ақ мата артылды ғой, соны осының бойымен қиып шығамыз. Қазір енді мынаның тігістің қасынан бойлата тұрып аяғында қиып шығамын. Мінекей осындай сосын әдемі құрағымыз шығады. Енді келесі сабағымызда Версаче құрағын құрауды, одан осылай құрақты құрауды, тырнақ құрағын құрауды келесі сабақтарымда көрсететін болам. Ол үшін подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыз, сабақты жіберіп алмас үшін.